Бүгін біз сіздермен голограмма туралы өтеміз. Бүгін сіздермен біз голограмма, яғни 3D видеоны көрсететін боламыз. Ол үшін бізге не керек, Жандос? Телефон және де голограмма неғылатын. Мынандай өзіміз біз қолдан жасадық, осы скотчтың көмегімен былай бір-біріне жабыстырып, осындай пластмасты. Пластмас. Ортасында төртбұрышты. Ортасында мынандай ашық төртбұрыш. Оны біз қазір сотқа осы телефонға қойып не істейміз. Мінекей біздің видеомыз мында дайын тұр. Қазір мынандай көріп тұрғандарыңыздай, мынандай X болып тұр, бұл ортасына қойып алу керек түзу, Жанысма сен ортасына түзулеп қоя бер. Ал мен қазір светті өшіріп келейін, сосын видео көретін боламыз, Кәнеке қоя қой. Бастал. Неке қаз көрсетейін сіздерге. Көбелек. Бұл көбелек. Қандай күшті. Құс. Ой, өшіп қалды бұл мінекей. Вообще күшті. Басын көтерейін. Балық. Күшті көрінеді. Мінекей медуза. Мынау акула. Суда жүзіп жатыр. Сары медуза. Комета сияқты. Неке былай жан-жағынан көруге болады оны. Розовая медуза. Басқа видео көреміз біріміз? Тағы Найзағайдың сондай видеоны жазымыз сені қойып. Найзағай! Қазір сіздерден қойып қоямын. Мінекей мынауда видео. Найзағай ма? Жоқ, басқаша бір видео. Кәнеке мынаны қояйын. Осыны. Кәдімгідей. Әсте кем болып жатыр. Некен бұл? Сегіз аяқ сияқты екен. Найзағай. Тақылдақ сияқты. Салют сияқты. Вообще күшті екен, Ортасында жоқ. Ал маңдайынан қараса бар.
мінекей. Sağ olыңыздар, және де қоныс каналда міндетті түрде жазылыңыздар. Сау болыңыздар.